Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте тамаша рецептті ұсынғым келіп отыр. Бүгін мен сіздерге осы рецептінің құпиясын ашатын боламын. Француз круассандарын мен үй жағдайында жасап дайындап көрсетемін. Осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Осы круассандардың енді біз бірінші қамырын жасап аламыз достар. Енді ыдысқа жылы суымызды, сүтімізді құйып, ретімен қантымызды, тұзды, дрожжды, сары майымызды салып, ерігенше араластырамыз. Соңында ұнымызды салып отырып, қамыр илейміз достар. Қамырымыз жұмсақ қылып илейміз. Дайын болған қамырымызды үстіне күнбағыс майын сеуіп жіберіп тигіземіз барлық жеріне. Енді осындай салапанға салып 1 сағатқа мұздатқышқа қалдырамыз достар. Қамырымыз дайын болғанша осындай сары майымызды 4 бұрышты қылып барлық жерін жайып аламыз оқтаудың көмегімен. Енді дайын болған қамырымыздың үстіне сары майымызды салып, 2 шетін қайтарып отырып, осы жауып болғаннан кейін осы қамырдың өзін 3 қабатқа бүктейміз достар. Енді салапанға салып, тағым жарты сағатқа мұздатқышқа қалдырамыз достар. Енді бізде дайын болғаннан кейін қамырымызды тағым жайып жіберіп, 3 бөлікке бүктейміз. Оны да салапанға салып, мұздатқышқа тағым жарты сағатқа қалдырамыз. Дәл осылай қылып достар 3 рет қайталайсыздар. Мінекей достар, менде толықтай дайын болды. Енді қамырымызды 1-2 сантиметрге дей қылып жайып шығамыз. Енді круассандарды кесіп шығамыз достар. 3 бұрышты қылып кесіп аламыз. Достар, кесіп шықтым. Енді 1 шетін пышақпен кесіп жіберіп, түйіп шығасыздар осылай қылып достар. Енді біз кішкене сіндіруге қалдырамыз достар. Мінекей менде сынып шықты. Соңында осылай бетіне жұмыртқаның сарысын және де сүтті салып пісіресіздер достар. Сау болыңыздар.